Қайырлы күн достар. Бүгін біз Наурыз бағдарламасына қатысу үшін өтінім беру туралы айтатын боламыз. Наурыз бағдарламасына қатысу үшін жеке кабинетке кіріп, менің өтінімдерім Наурыз бағдарламасы бөліміне кіріп, өтінім беру батырмасын басу керек. Бағдарламаның шарттарымен танысыңыз. Өтініш берген кезде тұрғын үй сатып алатын аймақты және өзіңіз тұратын аймақты таңдаңыз. Шарттармен танысу құсбелгісін қойыңыз және жалғастыру батырмасын басыңыз. Мұнда сіз депозитті таңдап, шарттармен келісіп, жалғастыру батырмасын басуыңыз керек. Сіздің нөміріңізге хабарлама келеді. Оны растау керек. Расталғаннан кейін деректерді тексеріп, құсбелгіні қойып, жалғастыру батырмасын басыңыз. Бұдан әрі өтініш беруші мен жұбайында тұрғын үйдің бар жоғын тексеру, банк жағында тексеру 3 жұмыс күніне дейін созылуы мүмкін. Банк жағындағы тексерту аяқталғаннан кейін сізге жаңарту батырмасын басу керек. Тексеру сәтті аяқталғаннан кейін сізге растау батырмасын басуыңыз керек. Сіздің атыңызда жылжымайтын мүлік жоқ екендігі туралы хабарлама пайда болады. Сізге барлық шарттармен танысып, электрондық цифрлық қолтаңба көмегімен барлық өтінімдермен және келісімдерге қол қоюыңыз қажет. Содан кейін жалғастыру батырмасын басыңыз. Құттықтаймыз, сіз Наурыз бағдарламасына қатысуға өтінім бердіңіз. Өтінімге батырмасын басыңыз. Бұл жерде сіз бағдарламаға қатысу туралы ойыңызды өзгертсеңіз, өтініштің күшін жоя аласыз, немесе өтінішіңіздің күйін бақылай аласыз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Отбасы банк.